Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Менің есімім Назира. Қыздар, бүгін витаминге толы адамның ағзасына өте пайдалы салат жасаудың рецептісімен бөлісемін. Жасалу жолы өте қарапайым. Ол үшін мен чим-чим дәмдеу үшін алдым. Сосын бір тәтті бұрыш, болгар бұрышының жартысын ғана қостым. 2 помидор, бір қияр, сәбіз, көкпияз, укроп. Енді осы затының бәрін турап дайындаймын. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы салатты жасап көріңіз. Өте дәмді және үйдегі бар заттан жасай салуға болатын салат. Қиярымды осылай бөліп аламын. Видеода қарап тұрғандарыңыздай тураңыздар. Қиғаштап, әдемілеп салатты қосқан кезде салаттың түрін әдемі етіп тұрады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Енді болгар бұрышын соломка етіп тураймын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді алда жаз келе жатыр ғой. Жазда осындай салаттар жасаған өте керемет. Витамин адам ағзасына пайдалы өте. Помидорымды осылай 2-ге бөліп, керек емес жерін кесіп алып тастаймын да, помидорды тураймын. Осылайша онша майда қылмай, осылай бұрыш-бұрыш етіп, жаңағы қиярға ұқсатып турап аламын помидорының бәрін. Сосын көкпиязымды да қатты майда қылмай, сәл қиғаштап тураймын. Өте керемет дәмді салат. Қыздар, жасап көріңіздер. Келесі кезекте укроп. Укропымды майдалап тураймын. Укропты да жаңағы ыдысыма салып, салаттың үстіне. Сосын келесі кезекте сәбізді осындай ұзын-ұзын етіп үккіштен өткізіп аламын. Корейский салат жасайтын кезде өткіземіз ғой, үккіштен, сол сияқты осындай үккіштен өткізіп алам. Сосын чесногымды майдалап тураймын. Бұл чеснокты қосуға міндетті түрде емес. Егер чеснокты ұнатпасаңыз, қоспай қойсаңыз да болады. Мен өзім чеснок жақсы көргендіктен бүкіл салатыма чеснок қосам. Енді бағанағы мені чим-чим дәмдеу үшін осы салатыма қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қоямын. Өте дәмді салат, қыздар. Менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Сау саламатта болыңыз.